Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қаласы. Мұхтар Әуезов атындағы мектеп-гимназиясының қазақ тілі пәнінің мұғалімі Тұрлыбекова Гүлжәмилә Сүлетайқызы. Қазақ тілі 7-ші сынып. Сабақтың тақырыбы: денсаулыққа пайдалы тағамдар. Оқу мақсаты: мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді қолданып, өз ойын ортаға салып, еркін сөйлей білу. Үй тапсырмасын пысықтау мақсатында мына сұрақтарға жауап берейік, балалар. Дұрыс тамақтану дегенді қалай түсінесің? Сен дұрыс тамақтанасың ба? Дұрыс тамақтанбаудың денсаулыққа қандай әсері бар? Тәулігіне неше рет тамақтанасың? Ал енді балалар, оқылым мәтініне назар аударайық. Мәтінді оқып, ағзаға пайдалы тағамдардың тізбесін жасаңдар. Бұл тізбеге ағзаға пайдалы қазақ халқының қандай ұлттық тағамдарын қосар едіңдер? Пікірлеріңді дәлелдеңдер. Бүгінгі сабақта балалар, біз сендермен тұрақты тіркестер мен мақал-мәтелдерді өтеміз. Екі немесе одан да көп сөздердің тіркесуі арқылы жасалатын, құрамындағы сөздердің орнын ауыстыруға келмейтін, бәрі тұтасып бір мағынаға ие болатын, бір сөйлем мүшесінің қызметін атқаратын тіркестер тұрақты тіркестер немесе фразеологизмдер деп аталады. Мысалы, екі иығына екі кісі мінгендей деген тұрақты сөз тіркесі денелі, тұлғалы, иықты деген бір ғана мағынаны білдірсе, аяғы аяғына жұқпады тұрақты тіркесі шапшаң, тез жүрді деген ұғымда қолданылып тұр. Мақал-мәтелдер де тұрақталған, қалыптасқан сөздер тобы болып саналады. Мақал-мәтелдердегі сөздердің де орнын басқа сөздермен алмастыруға келмейді. Бірге айтылғанымен, мақал мен мәтелдің бір-бірінен өзіндік ерекшелігі, айырмашылығы болады. Бірінші, мақалдың мазмұнында істің себебі мен салдары бірге айтылып, шарты мен нәтижесі қатар беріледі. Мысалы, егер ісім өнсің десең, онда еңбек ет. Ал мәтелде істің салдары айтылып, себебі айтылмайды. Мысалы, сабыр түбі сары алтын. Екінші, мақал құрылысы жағынан көбіне құрмалас сөйлем болып келеді. Мысалы, еңбек етпесең, елге өкпелеме, егін екпесең, жерге өкпелеме. Ал мәтел құрылысы жағынан көбінесе жай сөйлемге құрылады. Мысалы, көп түкірсе көл, басқа пәле тілден, тағы басқалар. Ал енді балалар, қазір жазылым тапсырмасына көшейік. Екінші тапсырма. Дұрыс тамақтануға байланысты жазылған мақал-мәтелдерді толықтырып жазыңыз.
Ал енді балалар, дұрыс жауабын қарайық. Ас адамның арқауы, арпа бидай ас екен, алтын күміс тас екен. Құлақтай ет жеп, құмандай сорпа іш. Келесі тапсырмаға назар аударайық балалар. Мына тұрақты тіркестердің мағынасын ашып жазыңыз. Дұрыс жауап. Аузы жарымаған тойып ас ішпеген, аузы аққа жармады, тоймады, аузы майланды, асқа кенелді, аш көзденді, қомағайланды, аш өзегіне түсті, бірнеше күн тамақ ішпей әлсіреп қалды, талшық етті, аздап қорек етті, тамағынан ас өтпеді, тамақ ішкісі келмеді, тәбеті жоқ, тамақ ішкісі келмеді, таңдайын жібітті, аздап сусын ішті. Төртінші тапсырмаға назар аударайық балалар. Кестені толтырамыз. Бірінші бағанына денсаулыққа пайдалы тағамдар тізбесін жазамыз. Екінші бағанға денсаулыққа зиянды тағамдар тізбесін жазып шығамыз. Сабағымызды қорытындылай келе, бүгінгі сабақтан не білдім? Бұрын нені білетін едім? Енді нені білгім келеді? Осы берілген кестені балалар толтырамыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.